Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналыма хачапури рецептімен бөлісіп отырмын. Міндетті түрде тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен бізге жылы сүт қажет. Сүттің үстіне тұз, дрожжи салып жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін ұнды електен өткізіп, оның үстіне жылы сүтімізді құйып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қамырларыңыз міндетті түрде жұмсақ болып иленген дұрыс. Қамырымызды илеп, бетін жауып, 20-25 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз мұны көтерілді, әдемі болып. Енді осы қамырды екіге бөлеміз. Егерде тура осы рецептпен жасасаңыздар, міндетті түрде екіге бөліңіз. Мұны екіге бөліп, сұйық маймен осылай жайып аламыз. Ұнмен емес, сұйық маймен. Мұны бізде осылай етіп жайып аламыз. Қатты жұқа болмау тиіс, және қатты қалың да болуға болмайды. Екі жағына мінекей салмасына бізде сыр қостым, және үйдегілердің қалауы бойынша брынза қостым. Брынза қосу міндетті емес. Екі жағын бүгіп, орап, үшбұрышты тәріздес етіп, екі шетін жинап шығамыз. Мұны бізде осындай үшбұрышты тәріздес болып шықты. Енді осының ортасына, яғни салмасы ретінде мен брынза қостым. Қалауыңыз бойынша сыр қосып жіберсеңіз де болады. Енді жұмыртқаның сарысын алып, қамырдың бетіне жағып шығамыз. Духовкаға 200 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Пісіргеннен кейін міндетті түрде екі бөлек ыдысқа жұмыртқа салып, осылай дәл ортасына құйып, тағы да 5-10 минутқа пісіріп аламыз. Енді ыстық күйінде бетіне сармай қойып, 5-10 минутқа қалдырсаңыз, сармай еріп, ерекше дәм береді, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Және каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыз. Түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға қалдырыңыз. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.